Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Müslüman bavurlar, hürmetli cemaat. Allah Taala bol Ramazan ayını barışamızga mübarek etsin. Bol kasiyetli ayda kılıp жатқан kılçılıklarımızды Allah Taala kabul etsin. Hürmetli cemaat, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını karşılap alıp, arzıqıp kütüp, sağınıp kütетін edi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan deb aytушы edi. Ya Rabbi, bizge Recep және Şaban aylarına bereke ber, және bizde aman esen Ramazanға жеткіз deb dua etетін edi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazandan burun 2 ay Ramazanды еске alıp, tilge alıp, Ramazanды arzıqıp kütетін eken. Hürmetli bavurlar, sol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arzıqıp kütken Ramazanның ortasında turmuz. Жартысынан көбісі өтіп кетті. Bavurlar, bugün Taravih'te 16. күнін оқимыз. Жартысынан көбісі кетіп қалды. Allah Taala қалған жартысында көбірек құлшылық етіп, көбірек пайдаланып, көбірек жақсырақ құлшылықтармен мәшғул болып уақыт өткізуді Allah баршамызға нәсіп етсін. Құрметті бауырлар, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de құлшылығыны білеміз. Өте қатты құлшылық ететін еді. Біз 10 күнде оқыған Kur'an xatımımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir күнде оқып қоюшы еді түнгі намазында. Сондай bir құлшылықта өте бекем, өте нықты тұратын еді. Айша анамыз айтады, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan айы келгенде құлшылықта тағы да күшейетін еді дейді. Ramazan келгенде Jibril aleyhissalamмен жолыққан кезде құлшылықта тағы да көбірек құлшылық қылатын еді дейді. Құрметті бауырлар, осы қасиетті айдың ортасынан өтіп кеттік. Қалған жартысында Алланың разылығын табуын және күнәларымыздан құтылуды Алла Таала баршамызға нәсіп етсін. Құрметті бауырлар, Алла Тааланы неғметтеріне шүкірлер айтамыз. Мешіттеріміз ашық, Құдайға шүкір. Беймалал, ештеңеден қорықпай ауыз ашарға барып жатырмыз. Таравих оқып жатырмыз. Қазір ең тыныш деген мемлекеттерде, қаншама мемлекеттерде қазір күнде соғыс болып жатыр. Алла өз сақтасын. Алла Таала бірлігімізді, ынтымағымызды берсін. Құрметті бауырлар, бұл Алланың неғметтерін қадірлеуіміз керек. Алла Тааланың неғметтерін қасиетті деп біліп, шүкір айтуымыз керек. Бізде тоқликке шоқлик деген нәрсе бар, білесіздер. Ондай нәрседен Алла сақтасын. Құрметті бауырлар, Алла Таала Құран-ы Керімде «Ла ин шакартум ла азиданнакум» деген, егер шүкір қылсаңдар, зияда қылып арттырып берем деген. Алла Тааланың неғметтеріне шүкір етіп, Алла Тааланың берген неғметтеріне қарсылығында құлшылықпен, истиғфармен, жақсылықпен қарсы алатын болсақ, құрметті бауырлар, мынау тыныштығымыз, егемендігіміз, мынау тоқшылығымыз жалғасулы болады иншалла. Құрметті бауырлар, Алла Таала бұл елімізге қаншама 100 жылдар болды. Ата-бабаларымыз ислам дінін қабыл етіп, жалпы алғанда Орта Азияға ислам 1000 жыл болып қалды келгеніне. 1000 жылдан астам уақытта ата-бабаларымыз осы дінді таңдап, исламда жүр. Соларды ұрпағы болып, соларды зүррияты болып, исламды жалғастырып жатырмыз. Алла Таала біздің ұрпақтарымызды да осы аманатты лайығымен тасуды ұрпақтарымызға да бізге де нәсіп етсін. Құрметті жамағат, оразаға қатысты бір мәселе айтам. Керемет бір мәселе. Оқуда жүрген вақтымызда бір кітаптарда оқыған мәселеміз бар еді. Соны айтып өтпекшімін. İmam Buxari rivayet қылған «Афтарал хажим вәл махжум» деген хадис бар. Бұл хадисте
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хижама қылдырғанда оразасы ашылыпты деген хадисі бар. Хижама қылғанды да, хижама қылдырған адамды да оразасы ашылыпты дейді. Бұл хадис қарсылығында имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафиғи және өте көп сахаба табиғиндар, өте көп ғалымдар бұл хадисті мәнсух дейді. Өшірілген хадис немесе тәуил қылынған хадис дейді. Мәнсух дегені не үшін өшірілген десе, өйткені имам Бухари рахимахуллах тағда басқа бір хадис риуаят еткен кітабында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ихрамда жүрген уақытында хижама қылдырғанын көрдім дейді. Және ораза уақытында хижама қылдырғанын көрдім дейді. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ораза болып тұрып хижама қылдырған екен. Мынау хижама қылғанды да қылдырғанды да оразасы ашылыпты деген хадис мәнсух, өшірілген, үкімі жойылған дейді. Кейбір ғалымдар айтады, жоқ, үкімі жойылған емес, бұл жерде тәуил қылынады дейді, басқа мағынада айтылған дейді. Ол уақыттарда хижаманы мүйізбен қылатын еді. Хижама қылушы адам анау кесіп, адамды денесіне мүйізді қойып, сонымен соғырып тартатын еді. Сөйтіп оразасы ашылып кетуі қаупі өте үлкен еді. Өйткені қатты тартқан уақытта қан ішіне кетіп қалуы бар. Және хижама қылдырған адамдың оразасының ашылуының себебі көп қан алғаннан кейін шаршап, сулайып, кешке дейін жете алмай оразасы қауіп-қатерге төніп қалады деген мағынада айтылған дейді. Мәселеміз бұл емес. Бұл хадистің мағынасын біліп алдық. Ал енді бұл хадистің қарсылығындағы Абу Юсуф рахимахуллах, Абу Ханифа рахимахуллахтың шәкіртінің айтқан сөзі өте әсерлі бір сөзі бар. Абу Юсуф рахимахуллах айтады: кімде-кім ораза ұстап алып, Рамазанда кітап оқып отырып, осы хадис алдынан шығып қалды дейді. Азанда хижама қылдырған еді дейді. Хижама қылдырған, ораза ұстаған, сөйтіп кітап парақтап отырып, жаңа хадисті оқып қалды дейді. Хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хижама қылғанда, қылдырғанда оразасы ашылды деген хадисті оқып қалды да, ойбай, мені оразам ашылып кетіпті ғой, мені оразам бұзылып қапты ғой деп оразасын ашып жіберіп, жеп ішіп қойса дейді, 60 күн кафарат өтейді дейді. 60 күн ораза ұстап беруге міндетті болады дейді. Не үшін десе, өйткені хадисті сұрамай, хадиске тікелей амал жасаған үшін дейді. Хадиске амал жасауға мүмкіншілігі жоқ, білімі жетпейді. Білім деңгейі ондай болмай тұрып, алдынан шыққан хадисті алып, аузын ашып, жеп ішіп тастаған үшін 60 күн ораза ұстап береді, және бір күнге бір күн қазасын өтеп береді дейді. Бауырлар, бұлайша айтқанда, мынау адам хадиске амал жасағаны үшін 60 күн кафарат төлемекші. 60 күн кафаратына 60 күн ораза ұстап бермекші. Не үшін? Себебі не? Өйткені бауырлар, Алла тағала Құран-ы Керімде «Фәсәлу әхлә зикри ин күнтум ла та'ламун» дейді. Білгендерден сұраңдар, егер білмесеңдер дейді. Білмесеңдер, білгендерден сұраңдар дейді. Соңғы уақыттарда әртүрлі адамдар, әртүрлі ақымдар шығып кетті. Мазхабқа ересің ба, немесе хадисқа ересің ба, хадисқа, Құранға амал жасайсың ба, немесе Абу Ханифаны айтқанына жүресің ба дейтіндер шығып кетті. Бұл жерде Абу Юсуф рахимахуллахты айтып жатқан сөзіні қараңыз. Үлкен ғалым, әтбаъ табиин болып есептеледі, табиғиндарды көрген өте үлкен мұхаддис ғалым, хадисті өте күшті болған ғалым айтып жатыр. Сол хадисті оқып аузын ашып жібергені үшін 60 күн кафарат, өйткені бұл хадисті түсінбей амал жасады дейді. Сондықтан, бауырлар, бұл ата-бабамыздан келе жатқан Ханафи мазхаб деген нәрсе мұсылмандарды, елімізді бірлігін сақтап келген, халқымызды бірлігін сақтап келген бұл мазхаб әншейін жалыққан үшін емес, бәлки адамдар мұқтаж болған үшін сол жолдан жүреміз. Не үшін ол жолдан жүреміз? Өйткені хадис, Құранды жаттап, пысықтап, бәрін шашып тастаған ахуалда емес біз. Өйткені бір хадисті білсек, 10 хадисті білмейміз.
Al бұл ғалымдар bir аяттан емес, бүткіл Құранды бастан аяқ оқып шығып, кейін үкім шығаратын еді. Bir хадисті емес, бүткіл хадистерді ақтарып, сөйті бәрін жинақтап, bir үкім шығаратын еді. Ал енді біз қазір bir хадисті оқып алып, осы хадисті артынан жүріп, қалған хадистерді артта қалдырып, немесе bir хадиспен басқа хадистерді ұрып, әр түрлі өзімізге жол ашып алатын болсақ, бұл білімсіздік болады, бұл бүлікке алып барады, бөлінуге алып барады, құрметті жамағат. Сондықтан бұл жерде Абу Юсуф рахималлахты айтқан сөзіні мағызын шағуымыз керек. Өте қымбат бір сөз айтты. Өйткені ол хадиске амал қылу әхлідан емес деді. Хадиске амал қылатын адамдар, үкім шығаратын адамдар бар өзі. Соларға еруіміз керек. Сол мүжтәһид ғалымдар жолынан жүруіміз керек. Сонда адаспаймыз, құрметті жамағат. Сонда бірлігіміз жоғалмайды, сонда ихтилаф шықпайды, сонда жамағат ішінде бүлік болмайды, сонда жамағат екі бөлініп алмайды. Екеуін бір мәселеде келісе алмай қалса, кітапта не дейді деп айтамыз. Болды, Ханафи мазхабының кітабын ашамызда былай екен. Болды, екеуі де сол айтылған нәрсеге жүреді. Бұл мазхаб деген нәрсе, жол деген нәрсе, бұл мұсылмандарды, халқымызды бірлігін сақтап келген нәрсе. Алла тағала ынтымағымызды берсін. Алла тағала өзіне лайық бір пенде болуды нәсіп етсін. Бұл Рамазан айында көбірек құлшылық жасап, Алланың разылығын табуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: Алла тағала Рамазанда қылынған нәпіл құлшылықтарға басқа айларда қылынған парыз құлшылықтың сауабын береді дейді. Рамазанда қылынған парыз құлшылықтарға басқа айларда қылынған 70 парыздың сауабын береді дейді. Сондай бір керемет айда тұрмыз, сондай бір ұлы айда тұрмыз. Құрметті жамағат, бұл айның қасиетін білейік, бұл айдан пайдаланып қалайық, бұл айды босқа өткізіп жібермейік. Инна умран дуйя ауалуху лажадирун ан юхфаза ахируху дейді. Әншейін босқа өткізіліп жіберілген өмір қалғанны өте қатты мұқият болып, сақтап өткізуге өте лайықты дейді. Құрметті жамағат, Рамазанны жартысынан көбісін өткізіп қойдық. Қандай өткіздік бір Алла біледі, бірақ қалған жартысını өте бір мұқият болып, босқа өткізбей, өте құлшылықта берік болып, күнәлардан өте аулақ болып, өткізуге әрекет жасайық. Өйткені келесі Рамазанға дейін кім бар, кім жоқ, қай біріміз тіріміз, Алла баршамызды өмірімізге береке берсін. Келесі Рамазандарда кездесуді, келесі Рамазандарда құлшылық қылып, хатымдар жасауды, тарауихтар оқуды баршамызға нәсіп етсін. Алла тағала мұсылмандарға амандық, тыныштық берсін. Бүткіл дүниедегі мұсылмандардың қан ағуын тоқтатсын Аллахым. Алла тағала бүткіл дүниедегі мұсылмандарға өзі рахметін жаудырып, тыныштық, амандық берсін. Амин. Ва саллаллаху аля сейдина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахың ниеттерімізді қабыл, мұраттарымызды хасыл ет. Бирахметке архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар. Алла разы болсын сіздерден.